Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ғылым мен таным және ғылыми ізденіс. 3 және 4 параграфты өтеміз. Оқу мақсаты мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру. Қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін даралаушы түсіну және дұрыс қолдану. Күтілетін нәтиже: ғылым мен таным және ғылыми ізденіс мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыра алады. Қазақ тіліндегі сөйлем соңында келетін даралаушы тыныс белгілерді дұрыс қолдана алады. Тыңдалым мәтіні: ғылым ақиқатты білу әдісі, адамның білім алуын жүйелеу және тексеру бағытындағы қызметінің түрі, нақты мақсатта ақиқатқа жету, табиғат, қоғам, ойлау заңдылықтарын ашу. Ал таным дегеніміз ақыл, парасат, сана сезімі иесі ретінде адамның ең басты қасиетінің бірі өзін қоршаған ортаны танып білуге деген ұмтылысы. Адам айналасындағы дүниені, әлемді танып білу барысында олардың ішкі құпиясына үңіледі, қасиеттерін анықтайды, өзінің орнын, басқа адамдармен қарым-қатынасын белгілейді. Таным барысында адам өзін қоршаған ортаны игереді, оның заттар мен құбылыстар туралы жалпы мәліметі жүйелі, шынайы білімге айланады. Ендеше, танымды адамның жаңа әрі тың білімді игеріп, рухани баюы деп есептеуге болады. Екінші мәтін, тыңдалым мәтіні, ғылыми ізденіс. Ғылыми ізденіс дегеніміз шығармашылық үдерістің барып тұрған биігі шыңы. Олай болса, бұл жолда қызмет істеудің өзі де қызғылықты нәрсе. Өйткені шын шығарма адамның ойына қанат бітіріп, бойына қызу беретін нәрсе. Демек, ғылыми ізденіс дегеніміздің өзі шын мәнінде табиғаттың әлі ашылмай, тұңғиығында жатқан ақиқатын сырын іздеп табу болып табылады. Ал ақиқатты іздеп табу үшін, сол ақиқатты іздеуші ғалымның өзі мейлінше адал, ақиқатшыл болуға тиіс. Ондай адам ең алдымен өз қарабасының алдында адал болуы керек. Ғалым қашанда адалдықпен ғана өзінің жарқын жетістіктеріне жете алады. Ғылымға адалдық, ғалымның өз басының адалдығы қазіргі таңда аса қажет құндылық. Ғылыми ақиқат үшін Джордано Бруно, Галилео Галилей, Николай Коперниктер қандай азапты тағдыр кешті. Білім енемен құдық қазғандай деген халық даналығының астарында ғылым жолындағы ауыртпалығын меңзеп тұрған сияқты. Олай болса, жас ғалым Абайша айтқандай, неге ғашық, неден қашық болу керек? Көкейкесті мәселе осыдан өрбиді. Оқылым мәтіні кітаптарында 182 бетте ғылыми ізденіс 4 параграфта беріліп тұр, және 183 бетте ғылым мен таным мәтіні берілген. Оқылым мәтінде мәтінді оқып стилін анықтайсыңдар. Екінші мәтінде мәтінді оқып, мәтінде көтерілген негізгі мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастырасыңдар. Мәтін бойынша мынандай сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші, ғылым мен танымның адам өміріндегі рөлі қандай? Екінші, таным мен адамның жаңа әрі тың білімді игеріп, рухани баюы дегенді қалай түсінесіңдер? Үшінші, ғылыми ізденіске не түрткі болады деп ойлайсыңдар? Ғылымның мақсаты не? Төртінші, ғылым жолында азап көрген тағы қандай ғалымдарды білесіңдер? Бесінші, ғалым не себепті адал болуға тиіс? Мәтін бойынша негізгі ақпараттар: ғылым ақиқатты білу әдісі, адамның білім алу, жүйелеу және тексеру бағытындағы қызметінің түрі. Негізгі мақсаты ақиқатқа жету, табиғат, қоғам, ойлау заңдылықтарын ашу. Таным дегеніміз жаңа әрі тың білімді игеру үшін шығармашылық ізденіс, ұмтылыс. Ғылыми ізденіс табиғаттың әлі ашылмай, тұңғиығында жатқан ақиқатын сырын іздеп табу. Ғылыммен айналысу үшін, ақиқатқа жету үшін ғалым адал болу керек. Себебі ғылымға адалдық ғалымның өз басының адалдығы. Қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін түсіну, дұрыс қолдану. Нүкте:
Нүкте жазуда аяқталған ойды білдіретін шартты белгі. Нүкте дұрыс қойылмайтын болса, сөйлем түсініксіз болып шығады. Не нүктенің қойылмауынан екінші бір мағына туындауы мүмкін. Нүкте мынандай орындарда қойылады. Бірінші, нүкте аяқталған ойды білдіретін хабарлы сөйлемнен соң қойылады. Мысалы, бүгін жаңбыр жауды. Екінші, басқа әріптері қысқарған кісі аттарынан соң нүкте қойылады. Мысалы, А. Құнанбайұлы қазақ халқының ұлы ақыны. Үшінші, пьесалардағы әрбір кейіпкердің аты жөнінен соң нүкте қойылады. Мысалы, Қасым, әкелі бері. Төртінші, цифрлар арқылы таңбаланатын санамалы нөмірлерден кейін нүкте қойылады. Осы мәтінге назар аударсаңдар, қойылып тұр. Бесінші, тағысын тағы, тағы сол секілді, тағы басқа деген сөздер қысқартылып жазылғанда, олардан соң нүкте қойылады. Мысалы, киім ыдыс аяқтысы керек жарақтарымызды алдық. Алтыншы, екінсіз айтылған бұйрық, екі мәнді сөздерден соң нүкте қойылады. Мысалы, сөредегі кітапты әперші. Қазақ тілі оқулықтарында 184-ші бетте нүктенің ережесі тұр, балалар, жақсылап назар салып оқып естеріңде ұстаңдар. Кері байланыстың тапсырмасы қазақ тілі оқулығында 184-185-ші беттегі 3-ші тапсырма өлеңді көшіріп жазып тыныс белгілерін қойыңдар. Мысалы, Жүсіпбек Аймауытовтың өлеңі берілген оқу білім жанған шырақ ойласаң, үйренерсің іздеп көрсең қоймасаң деген өлең жолын алсақ, ондағы оқу білім бірыңғай мүше, оқудан кейін үтір қоямыз. Және бірінші жол оқу білім жанған шырақ ойласаң, үтір қоямыз. Үйренерсің іздеп көрсең қоймасаң, ой аяқталып тұр, нүкте қоясыңдар. Міне осылай кері байланыстың тапсырмасын орындаймыз. Кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін күнделік кезет, электронды почта, WhatsApp желісі арқылы тапсырмаларыңды жібересіңдер балалар. Сау саламатта болыңдар, сабақ аяқталды.